Сырым әр салада өзіндік ілкімді жобаларымен, нақты жұмыстармен дамып келе жатқан ауданның бірі. Ауданға жұмыс сапарымен барған облыс әкімі Алтай Көлгінов атқарылған істердің барысын бағамдап, алдағы жоспарлармен танысты. Басты мәселе тұрғындарды таза ауыз сумен қамту. Аудан бойынша бүгінгі таңда халықтың 58%-і тіршілік нәрімен қамтылған. Алдағы жоспар бұл көрсеткішті 100%-ға жеткізу. Өңір басшысы әуелі Шолаған қаты ауылдық округінің тұсына аялдап, жергілікті шаруа қожалықтарының жетекшілерімен жүздесті. Талқыланған түрлі мәселенің ішіндегі бастысы қыстақты ойдағыдай өткізу. Бұл бағытта аудан бойынша қажетті жем-шөп жиналғанын айта кету керек. Сондай-ақ шаруалар Тоғанас ауылына апаратын тас жолды жөндеудің қажеттілігін де атап өтті. Жақсы болып отыр бәрі биыл. Енді жем-шөптеріміз енді жетеді, енді биыл шамалы болғанмен енді аздап қордарымыз болды. Жазда жинадыңыздар ғой? Иә, жинадық. Шөбіміз жетеді. Шөп жақсы болады. Егініміз күздік бидайларымызға жақсы болады. Ол да енді жем-шөп, мал азығы ғой. Сосын енді көктем жақсы болса, сіздердің еңбектеріңіз сол нәтижелі болады ғой. Облыс әкімі Алтай Көлгінов аудан активімен кездесіп, таза ауыз сумен қамту туралы пікірлесті. Жиында Кеңасшы елді мекеніндегі су кен орнынан Жымпиты ауылына су желісін тарту мәселесі талқыланды. Бұл әрине аудан тұрғындарын біраздан бері мазалап келе жатқан түйткіл болатын. Кеңасшыдан тартылатын судың сол жаңағы барлық құжаттарының әзір екендігінен хабардармыз. Республикаға бюджеттен қаржыландырады деген әңгімелер шығып жатыр. Енді ол әрине болатын болар. Осыған бас көз болып, кішкене ықпал жасасаңыз деген, биыл үстіміздегі жылы басталуында ықпал жасасаңыз деген тілегіміз бар. Осы көпшіліктің тілегі де осы болар деп ойлаймын. Ол енді үлкен жоба. Ол бір жылда бітіретін жоба емес. Біз бастаймыз. Өздеріңіздің сұранысыңыз бойынша ғой, былтыр жыл бойы біз соның құжаттамасын дайындадық. Мамандар, эксперттер барып судың деңгейін өлшеді. Судың қанша дебиті бар екен. Сосын бері қарай 80 шақырымға су құбырын тартамыз. Су құбырын тартып, сол енді бір 2 жылдық жұмыс қой. Амандық болса, соны биыл бастасақ, келесі жылы аяқтап қалады. Сырым ауданының әкімі Төлеген Төреғалиевтің айтуынша, 7 елді мекенге топтық су құбыры тартылса, 3-іне су жүргізу үшін конкурс жарияланған. Тағы 5-іне таза су желісін тарту жоспарда. Осылайша ауданда 12 елді мекен таза сумен қамтамасыз етіледі деп күтілуде. Кеңасшы жерасты су кенінен жоба жасақталған болатын. Былтыр 2 миллиард 346 жобаның құны, қашықтығы 76 шақырым болады. Насосный первый подъемы, сосын екінші подъем болады. Жерасты суының тереңдігі 80 метр, 27 метрінде насос орналасады, 3 насос бар, подъемны жерасты насостары. Соның 2-і жұмыс жасайды да, 1-і резервный. Активтен соң облыс әкімі Алтай Көлгінов ауданның жастар белсенділерімен кездесіп, алдағы жоспарларымен бөлісті. Биылғы жыл елбасы жарлығымен жастар жылы болып жарияланғаны мәлім. Өңір басшысы жас ұрпақ өкілдеріне халқымыздың салт дәстүрін сақтап, рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша алдағы іс-әрекеттері туралы ойларымен бөлісті. Тілдерді оқыту керек, мектептен бөлек, коворкинг орталығында, сол үшін ол да қажет болады. Өзің ағылшын тілін оқып жатсың ба? Баста. Ертеңнен бастай аласың ба? Сөз бересің ба? Кейін келген кезде тексерем. Сырым ауданындағы белсенді жастармен жүздесуінен соң өңір басшысы Жібек жолы шаруа қожалығына арнайы барып, мал қыстату науқанының барысын көріп білді. Ауданда мал қыстату науқаны ойдағыдай атқарылуда. Аудан бойынша 114 жерде орында мал қыстағы жүріп жатыр. Жалпы біз негізінде жоспарымыз қысқыға 119 мың тонна жинау керек болса, біз 20 мың тонна жинадық. Оның үстінде өткен жылдан 14 мың тоннамыз бар, 137 мың тонна шөппен кірдік қысқыға. Қазір соның 69-70%-дай бар қолымызда. Енді барлық жерде де шөбіміз жеткілікті. 2001 жылы іргетасы қаланған шаруашылық әу баста егін өсірумен айналысса, бүгінгі таңда тек қана 4 түлік өсіреді. Шаруашылық жетекшісі Ғалимат Нұрмұханов қарауындағы жұмысшыларға барлық жағдай жасап отыр. 4 түліктің бәрі де бар. Соның ішінде асыл тұқымды мал басы, 200 бастай Герефорд тұқымы, 200 бастай асыл тұқымды қазақтың ақбас малы. Енді жыл сайын сол төл соңғы жылдарда
қолданылықтандыру жаңа искусственный осеменение өтеді. Бірақ енді облыстан жаңа білім сервистен алып тұрамыз жаңа через Астана. Енді шаруашылықта сол мал шаруашылығында істеп жатқан біздің малшыларымыз жаңа жылқышы, қойда істеп жатқан ай сайын сол еңбек ақылары 70-80 мыңнан беріліп тұрады. Және жыл сайын соғым тегін беріледі. Айта кетер болсақ, бұл шаруашылық тек өңірімізде ғана емес, еліміз бойынша ілкімді жобаларды жүзеге асырып отыр. Облыс әкімінің Сырым ауданына жұмыс сапары кезінде осы жылы атқарылуға тиісті өзге де жұмыстар әңгіме арқауына айналды.